Табысты аурухана меңгерушісі бір кемпірді аязға шығарып салады. Бұл қателік оның мінсіз өмірін қиратып, өз өткен шағының елестерімен бетпе-бет келуге мәжбүр ететінін тіпті сезбейді. Табыстың бағасы тым қымбатқа түседі. Сәлеметсіздер ме, достар? Сіздерді Altstories арнасында қарсы алуға қуаныштымыз. Сіздерге жаңа авторлық әңгімемізді ұсынамыз. Бірақ жалғастырмас бұрын, қай қаладан видео көріп отырғаныңызды жазып кетіңіз, және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Операция бөлмесінде озон иісі аңқып тұрды. Кардиомонитордың бірқалыпты дыбысы науқастың жүрек соғысын метрономдай қағып тұрды. Айнұр Серікқызы науқастан көз алмай, жылдар бойы қалыптасқан дәлдікпен қысқышты салды. Оның дауысы масканың астынан тұйық естілді, бірақ билікте еді. Жас медбике Алия команда берілген сәтте құралды ұсынды. Ол меңгерушінің қолынан көз алмай қарады. Әрбір қимыл миллиметрге дейін есептелгендей, скальпель оның саусақтарының жалғасы іспетті еді. 23 жасар Алия мұндай шеберлікті елестете де алмады. Қан қысымын көтереміз, деді Айнұр Серікқызы басын көтермей. Қан кетуді көріп тұрмын. Операция бөлмесінде тыныштық қойылған қойыртпақтай қатып қалды. Тек монитордың дыбысы уақыттың тоқтамағанын еске салып тұрды. Алия демін ішіне тартып, меңгерушінің қолындағы жіңішке ине тігіс үстіне тігіс салып, қасарысқан қан ағуды қалай тоқтататынын бақылады. Дайын, деді Айнұр Серікқызы бір ғасырға созылғандай болған қысқа уақыттан кейін демін шығарып. Айнұр Серікқызы, науқастың туыстары, деді есікке қарай үрейлене қараған аға медбике. 15 минуттан кейін, деді меңгеруші мінсіз макияжын түзете отырып. Күте тұрсын. Алия Айнұр Серікқызының науқастың отбасына шыққандағы жүзінің қалай өзгергенін көрді. Бет әлпеті сүйірленіп, көздері суық, шыныдан қарағандай еді. Операция сәтті өтті. Оның дауысы автоматты жауап бергіштің дауысындай механикалық естілді. Барлық мәліметті емдеуші дәрігер айтады. Менде 1 сағаттан кейін келесі операция. Ол алғыспен сұрақтарды күтпей бұрылып кетіп, жеңілдіктен жылап жатқан әйелді дәлізде қалдырды. Оның өкшелері кафелде нақты ырғақпен қағылып тұрды. Енді метроном оның салтанатының минуттарын санап тұрғандай еді. Кабинетте Айнұрды қол қоюға арналған құжаттардың үйіндісі, министрліктен 3 қоңырау және аурухананы алдағы аккредиттеу туралы хат күтіп тұрды. Ол саусағымен есіктегі тақтайшаны сипады. Хирургия бөлімінің меңгерушісі. Ол бұл қызметке соңғы 15 жылда күн сайын таңертең келді. Байланыстарды қамал салынғандай, кірпіш үстіне кірпіш қалағандай етіп құрды. Әрбір жетістік, әрбір қол алысу, әрбір маңызды көзқарас оның жағдайының іргетасына қаланды. Ол былғары креслоға отырып, иықтарын түзеп, компьютерді қосты. Күн енді басталған еді, және ол оның беделі, маникюрі, әлсіздікке орын жоқ өмірі сияқты мінсіз болатынын білді. Айнұр кабинетінің шыны есігінен оның тік арқасымен әлсіз дірілдеген саусақтарын көріп тұрған Алияның көзқарасын байқамады. Ол жас медбикенің айнаға қарағандай оған үңіліп, өз болашағын көруге тырысып жатқанын білмеді. Және ол оның мінсіз әлемі жақында оның хирургиялық жібіндей жіңішке, бірақ бір күні бәрін өзгертуге жеткілікті жарық беретінін де сезбеді. Қорап үстелдің үстінде ұйықтап жатқан мысықтай жатты үлкен, өз сәнділігімен тәкаппар. Айнұр барқыт лентасын саусақтарымен сипап, ләззатты ұзартқандай баяу шешті. Қаптамаға қадалған жазба қысқа еді, кәсібилігің үшін. Қара шоколад түсті қара ұйрық тон оның қолына ауыр бұлттай жатты. Айнұр оны бетіне басып, жаңа өмірдің иісін жұтты. Арман Болатұлының мұндай сыйы кездейсоқ емес еді. Олардың 10 жылдық ынтымақтастығы барысында ол тек қамқоршы ғана емес, сонымен қатар оның жоғарыға қарай жүру жолы қаншалықты қиын болғанын жалғыз білетін адам еді. Енді ешқашан анасының ауруханасының дымқыл жертөлесінің иісі болмайтын адам. 30 жыл бұрын Айнұр 8 жасар қызын жартылай қараңғы дәлізбен жетектеп бара жатып анасына үнсіз сыбырлады. Анам тез жинастырып, үйге қайтамыз. Айнұр сол дәліздің қабырғаларындағы әрбір жарықты, әрбір сынған плитканы есіне сақтады. Анасының шүберекті сығарғанда дірілдеген, қызыл, жарылған тырнақтары бар қолдарын есіне сақтады. Ақ халатты, әдемі, сенімді дәрігерлер жанынан өтіп бара жатқанда бұрышта қалай жасырынғанын есіне сақтады. Қызым, деді анасы кешкісін, әкесі қайтадан үйге келмегенде, сен тек оқы. Өскенде олар сияқты боласың, дәрігер боласың. Қазір Айнұр басын шайқап, естеліктерді қуды. Арман Болатұлы не істеп жатқанын білді.
Тон дәл аудандық аурухананың бас дәрігеріне қарап отырып, бала кезінде армандағандай еді. Оның көзі айнадағы өз бейнесіне түсті. Мінсіз, шаш үлгісі, інжу моншақ, ақ халат, бұрымдары үрпиген қорқынышты қыздың ізі де жоқ. Есік қағылды. Босағада Алия тұрды, әлі де жас қыз, көзіндегі сол құштарлықпен. Кішкентай Айнұр, болашақ Айнұр Серік қызы, есікте тұрып, формалы халатының етегін мыжып, дәрігерлерге қарап тұрды. Мен ординатура бағдарламасы туралы сұрағым келген еді, деді Алия. Айнұр оны өткір көзімен шолып өтті. Тозған сөмке, ескі туфли, бірақ көздері жанып тұр. Айнаға қарағандай болды. Тек айнасы өткен шақтан еді. Отыр, деді ол орындықты нұсқап. Неге медицинаны таңдағаныңды айтшы. Алия аузын ашқанша есік қағылмай ашылып кетті. Босағада тәжірибелі терапевт, Айнұрмен сөзге келуге батылы жеткен санаулы адамдардың бірі Гүлжан тұрды. Қабылдау бөлімінде әжей, деді ол атып тұрып. Құжаттары жоқ, жағдайы ауыр, тез арада ауруханаға жатқызу керек. Айнұр ішінде бірдеңенің шаншып өткенін сезді. Баспанасыздарға деген аяушылық оның жеке қарғысы еді. Олар оған бала кезінде қатты қорыққан нәрсесін еске түсірді. Бізде орын жоқ, деді ол Гүлжанға қарамай кесіп. Бірақ Айнұр Серік қызы, Алия орнынан тұрып кетті. Ол өліп қалуы мүмкін ғой. Мен кішкентай кезімде, менің әжем. Тоқтаңыз, деді Айнұр қолын көтеріп. Бұл ауруханада адамдарды емдейді, әлеуметтік мәселелерді емес. Бізде жоспар, есеп беру, аккредитация жақын. Мен әрбір қаңғыбастың кесірінен бөлімшенің көрсеткіштерін тәуекелге сала алмаймын. Әрбір ме? Деді Гүлжан ақырын қайталап сұрап. Соңғы бір жылда сіз құжатсыз бірде-бір науқасты қабылдаған жоқсыз. Бірде-бір, Айнұр Серік қызы. Айнұр орнынан тұрды. Оның көлеңкесі тонның қорабына түсті. Бір сәтке оған қара құйрық терісі кір жуу шүберегіне айналғандай болып көрінді. Бұл талқыланбайды. Оның дауысы металл науашадағы скальпельдің сыңғырындай естілді. Алия, өз міндеттеріңе қайт. Гүлжан, әжейді әлеуметтік орталыққа жіберіңіз. Менде 20 минуттан кейін кеңес бар. Есік жабылған соң, Айнұр салқын саусақтарын самайларына басты. Көз алдында анасының бейнесі қайтадан пайда болды. Оның шаршаған көздері, оның мәңгілік, қызым, сен тек адам қатарына қосыл. Мен қосылдым, анашым, деді ол кабинеттің бос кеңістігіне сыбырлап. Мен сен қалағаның бәрін жасадым. Бірақ неге екені белгісіз, жаңа тон кенеттен ауыр болып көрінді. Ол тер емес. Осы жылдар ішінде ол берген барлық бас тартулардан, ол байқамауды үйренген барлық көзқарастардан, оны қамшыгердің қамшысындай алға итермелеген кедейлікке деген барлық қорқыныштан тігілгендей болды. Айнұр тонның қорабын шешімді түрде жауып кеңеске бет алды. Оның бүгінгі күнге жоспары бар еді, және ол күмәнді қамтымады. Ол табысқа жету үшін тым ұзақ жүрді, сондықтан өткен шақтың елестерінің оның жолына тұруына жол бере алмайтын еді. Бірақ жүрегінің түбінде шашы өрілмеген кішкентай қыз әлі де аурухана дәлізінің бұрышында жасырынып, ақ халат кигендерге ұқсағысы келіп армандап жүрді. Тек ол анасының айтқан ең басты сөзін ұмытып кетті. Бастысы, қызым, жүрегіңді жоғалтпа. Онсыз кез келген халат жай шүберек. Айнұр Серік қызы, Гүлжанның дауысы оны баспалдақ жанынан қуып жетті. 15 жыл бірге жұмыс істеген бұл принципшіл әйел терапияда 30 жылдық тәжірибесіне сүйене отырып, меңгерушімен сөзге келуге батылы жеткен жалғыз адам еді. Тоқтаңыз. Айнұр аяғын баяулатты, бірақ тоқтамады. Өкшелері мәрмәр еденде табысты өмірдің анық ырғағын қағып тұрды. Сіз Гиппократ антын есіңізде ме? Гүлжан оның соңынан жүгіре дерлік қалды. Өзіңіз қалай бергеніңіз есіңізде ме? Қандай үйге кірсем де мен оған науқастың пайдасы үшін кіремін. Айнұр іштей, бірақ бұл үйдің бюджеті бар, Гүлжан, және ережелері бар, деп аяқтады. Қабылдау бөлімінде әжей кушетканың шетінде кішкентай болып, түйінді саусақтармен тозған сөмкесін мықтап ұстап отырды. Оның қалыптасып қалған қозғалысында, шуға дайындалған құстай үрейлі бірдеңе Айнұрдың есіне түсті. Анам дәл осылай бас дәрігердің кабинетінде орындықтың шетінде отырып, оны еден жуушы болып қалдыруын сұраған еді. Абылай, деді ол күзетшіге. Әйелді аурухана аумағынан шығарып салыңыз. Қызым. Әжей ескі суреттей өңі қашқан көздерін көтерді. Мен баламды іздеп жүрмін. Айнұр теріс бұрылды, бірақ Алияның алақанын аузына басқанын және Гүлжанның басын шайқағанын байқады.
Қызым деген сөз қабырғасының астына скальпелдей өткір болып қадалды. Әлеуметтік орталық көмектеседі деді ол иығынан асыра және артына бұрылып, басқалардың көзқарастарынан арқасының қалай суып бара жатқанын сезінді. Құлау дыбысы күзгі жапырақтың сыбдырындай әрең естілді. Айнұр бұрылып қарады. Әжейдің пальтосының қалтасынан сурет түсіп кетіп, жерге жаралы құстай қонды. Сары түсті суретте әскери киімдегі жас жігіт соншалықты таныс күлімсіреп тұрды. Айнұрдың демі тарылып қалды. Ол суретті көтерді. Жүрегі тамағына тіреліп қалды. Бұлай болуы мүмкін емес. Дірілдеген саусақтарымен телефонын шығарып, суретке түсіріп, Арман Болатұлыға жіберді. Мессенджердегі басудың 3 нүктесі алаңдатарлық маяк сияқты жыпылықтады. Телефон бірден қоңырау шалды. Бұл суретті қайдан алдың? Деді Армандың үзілген дауысы. Бір науқастан. Қандай науқастан? Ол қайда? Қазір оны ауруханадан шығарып жатыр ма? Құдайым-ай, Айнұр. Ол Арман Болатұлының ешқашан айқайлағанын естімеген еді. Бұл менің анам ғой. Мен оны жарты жылдан бері іздеп жүрмін. Деменция басталғанда ол үйден кетіп қалды. Әлем операция столындай қисайып кетті. Айнұр өзінің өкшелеріне шалынып, шығуға қарай жүгірді. Терезе сыртында қысқы боран қаланы өз билігіне алуды шешкендей ысқырып тұрды. Дәл осы сәтте Абылайдың айқайы боранның астында қалды. Әжей қайда? Сіз қақпадан шығарып жібердіңіз дедіңіз ғой. Күзетші аяғынан аяғына ауысып тұрды. Ол аялдамаға кеткен сияқты еді. Айнұр қақпадан жүгіріп шықты. Жел бетін мұзды қамшыдай ұрып жатыр, қар көзін аштырмады. Анасы. Оған сенген, қымбат сыйлықтар берген, мансабын өсірген адамның анасы. Өз анасы қызы үшін жақсы өмір іздегендей, ұлын іздеп жүрген ана. Бөлінеміз, деді ол. Алия да жетіп келді. Жедел жәрдемге, полицияға қоңырау шалыңдар. Айнұр ешқашан бұлай тез жүгірмеген еді. Қорқыныш оны алға итермеледі. Ол кедейлікпен қорланудың әдеттегі қорқынышы емес, басқа біреудің өмірі үшін, басқа біреудің анасы үшін, өзінің таңдауы үшін жабысқақ, жүректі айнытатын қорқыныш еді. Ол оны 3-ші аялдамадан тапты, қар басқан орындықта мүсіндей болып қалған. Айнұр жердің аяғының астынан кетіп бара жатқанын сезді. Тек бұл емес деп сыбырлады ол. Ащы шоколад түсті тон қалтыраған иықтарын жылытып, нәзік денесін құшақтады. Шыдаңызшы, деді ол, және көп жылдардан бері алғаш рет оның дауысы дірілдеді. Шыдаңыз, анашым. Сіздің ұлыңыз келе жатыр. Сіздің ұлыңыз сіз үшін келе жатыр. Қайдағы бір жерде жедел жәрдем сиренасының дауысы естілді, ал Айнұр өзінің табысының символы болуға тиіс еді, бірақ құтқару шеңберіне айналған тонға оралған бөтен ананы құшақтап жылады. Көп жылдардан бері алғаш рет тұзды, ащы жастары қармен араласып жатты. Табыс сондай нәзік, сондай суық, сондай адамгершіліксіз болып шықты. Аурухана палатасы қысқа ымыртта батып бара жатты. Кардиомонитор Сәуле Мырзағызының жүрек соғысын санап жыпылықтады. Енді Айнұр оның есімін білді, оның пенициллинге аллергиясы бар екенін, жалбыз қосылған шай ішкенді ұнататынын, соңғы 6 айда деменция тұманы арқылы анықта бұлыңғыр есінде қалған ұлын іздеп қалаларды кезгенін білді. Ербол әрқашан Мишканы север, кәмпиттерін жақсы көретін деді, Сәуле Мырзағызы түйінді саусақтармен көрпенің шетін сипап. Армияға ай сайын сәлемдеме жіберетімін, сосын ол жоғалып кетті. Немесе мен жоғалдым, есімде жоқ. Арман Болатұлы, сол Ербол, анасының қолын ұстап жанында отырды. Оның қатаң костюмі мыжылған, галстугы қисайған, ал көздерінде жас тұрды. Мен оны қауіпсіз жерде деп ойладым, деді ол ақырын, өзімен өзі сөйлескендей. Оның күтушісі, жайлы пәтері бар еді, сосын бұл есте сақтау қабілетінің жоғалуы басталды. Ол өткен шақты жиі есіне түсіретін, мені танымайтын. Бір күні таңертең күтуші қоңырау шалды, анам жоғалып кетіпті, мені жас кезінде іздеуге кетіпті. Айнұр терезе жанында тұрып, шынының арғы жағындағы боранға қарады. Қайдағы бір жерде, осы қарлы тұманда оның өз өткен шағының елестері кезіп жүрді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол анасына қанша жыл қоңырау шалмады. Бәрі бір бұлыңғырланып, өшіп қалды. Ескі сурет. Сәуле Мырзағызының қалтырау қолы Айнұрдың қолын тапты. Қызым. Айнұр селк ете түсті. Сізге жалбыз қосылған шай әкелейін.
Айнұр медбикенің төсек жастығын қалай түзегенін, шынына қандай абайлап ұстағанын бақылады. Әрбір қимылда соншалықты қамқорлық, соншалықты адамгершілік бар еді. Білесіз бе, Алия, деді ол дәлізде қуып жеткенде. Мен 12 жасымда ауруханаға түстім, өкпем қабынып, температурам 40-тан жоғары болды. Анам 2 жұмыста істейтін, әкем жоқ, құжаттар ретсіз, сақтандыру мерзімі өтіп кеткен. Бірақ сол кездегі бас дәрігер алдымен емдейміз, сосын қағаздармен айналысамыз деді. Айнұр тоқтап қалды. Басында кенеттен анасының дауысы естілді. Қызым, бастысы, жүрегіңді жоғалтпа. Сол бас дәрігер мені ғана құтқарған жоқ, деп жалғастырды Алия. Ол менің дәрігер болу арманымды құтқарды. Медицина бірінші кезекте қағаздар емес, адамдар туралы екенін көрсетті. Олар терезе жанында тұрды. Табысты бөлім меңгерушісі мен жас медбике, 2 әйел, 2 ұрпақ, аналар мен қыздар туралы, кедейлік пен армандар туралы 2 әңгіме. Ал сіздің анаңыз, деп кенеттен сұрады Алия, сізбен мақтана ма? Айнұр тамағына бір нәрсенің тығылып қалғанын сезді. Білмеймін, деп жауап берді ол. Шынымды айтсам, мен бұрыннан сұрамаппын. Дәлізде Сәуле Мырзағызының дауысы естілді. Ол Арманге бала кезіндегі бір оқиғаны, оның марка жинағанын, ұшқыш болуды армандағанын, анасының оған бітіру кешіне бірінші костюмін сатып алу үшін неке жүзігін қалай сатқанын айтып беріп жатты. Мен бәрін ойладым, деді. Әжей үзік-үзік, бірақ анық. Міне, Юрочканы тапсам, оған айтамын, балам, маған пәтерде күтуші де қажет емес. Кейде шай ішуге келші, жай ғана анаң барын ұмытпа. Айнұр алақанын шыныға басты. Су қатып қалған саусақтардай өтіп бара жатты. Оның барлық марапаттары, байланыстары, қызметтері кенеттен қарапайым бір кесе шайдың, туған қолдың қолында болудың, ымыртта айтылған әңгімелердің жанында соншалықты маңызсыз болып көрінді. Алия, деді ол медбикеге бұрылып. Рахмет. Не үшін? Ең бастысын еске түсіргеніңіз үшін. Қабылдау бөлімінде дауыстар естіліп жатты, жаңа науқастарды әкеліп жатты, өмір өз ағымымен жалғасып жатты. Бірақ Айнұр үшін уақыт тоқтап қалғандай болды. Ол телефонын алып, көптен бері термеген нөмірді тапты. Апа. Оның дауысы дірілдеді. Бұл менмін. Кешіріңіз, сонша уақыт қоңырау шалмағаныма. Терезе сыртында боран соғуын жалғастырды, бірақ ол енді қастықпен қаралмады. Ол терең түнге дейін ұйықтамады, операцияның кесірінен емес. Сәуле Мырзағызының палатасында шам жанып тұрды, қабырғаларға жайлы көлеңкелер түсіріп. Олар жалбыз қосылған шай ішті, кешке 3-ші кесесін, және сөйлесті. Дұрысы, негізінен Сәуле Мырзағызы сөйледі. Ал Айнұр кішкентай Ербол туралы, соғыстан кейінгі балалық шағы туралы, жалғыз баланы өсірудің қаншалықты қиын болғаны туралы әңгімелерді тыңдады. Білесің бе, деді әжей, қалтыраған қолдарымен Айнұрдың қолын ұстап, жылытатындай. Оның жылуы емес, ол туралы естелік қаншалықты жылы екенін білесің бе? Айнұр оның иығындағы көрпені түзеді. Дәл сол көрпені Гүлжан үйінен әкелген еді, шеттеріне ромашкалар тігілген. Анам осындайды жақсы көреді, деді сол кезде әріптесі, жай ғана, еш кінәламай. Бірақ осы қарапайымдылықтан іште бірдеңе сынып кетті. Таңертең олар Гүлжанмен көп жылдардан бері алғаш рет ординатор бөлмесінде бірге кофе ішті. Ауада жаңа қайнатылған кофе мен әдеттегі аурухана иістерінің қоспасы қалықтап, олардың қарым-қатынасында жаңа тараудың басталғаны туралы ғажап сезім тудырды. Мен қателестім, деді Айнұр ауыр науқастан кейінгі алғашқы қадамдардай қиындықпен. Осы жылдар бойы мен қорқынышты қателестім. Гүлжан үндемей, қасықпен шыныдағы кофесін араластырды. Бұл үнсіздікте айыптау жоқ еді, тек түсіну және кешірімге ұқсас бірдеңе бар еді. Білесің бе, деді ақыры Гүлжан, 30 жылдық жұмысында әдетке айналған қимылмен көзілдірігін түзеп. Кейбір жараларды тек уақытпен басқаларға қамқорлық жасау ғана емдейді. Арман Болатұлының кабинетіне Айнұр құжаттар қалтасымен және дірілдеген қолдармен кірді. Аз қамтылған науқастарға арналған жаңа бөлімнің жобасы шикі, қателер мен түзетулерге толы еді. Бірақ оның ішінде нағыз жүрек соғып тұрды. Бұл ақылсыздық, деді ол алғашқы беттерін барақтап. Бюджет, есеп беру, тексерулер. Анаң жылу мен ол туралы, естелік туралы не деді, есіңде ме? Айнұр алға қарай еңкейді. Мүмкін біреу үшін біздің ауруханамыз ең қараңғы сағатта көмек табуға болатын естелік болар.
Ол ұзақ сөйледі, статистика туралы, әлеуметтік жауапкершілік туралы, ресурстарды қалай қайта бөлуге болатыны туралы, бірақ құрғақ сандардың артында оның жүрегіндегі тыртықтай ескі жарасы соғып тұрды. Сен өзгеріпсің деді, Арман оның үндемей қалғанында. Жоқ деп басын шайқады Айнұр, мен жай ғана қандай болғанымды, қандай болуым керектігін есіме түсірдім. Сол кеште конференц-залда барлық медицина қызметкерлері жиналды. Айнұр әдеттегі өзіне сенімділік сауытынан, қол жетпестей маскасынан айырылып, әріптестерінің алдында тұрды. Біз бәріміз бір кездері ант бергенбіз деп бастады ол, даусы опасыздықпен дірілдеп. Адамдарға көмектесуге, ант, статистикаға да, есеп беруге де емес адамдарға. Ол тағы бірдеңе айтқысы келді, бірақ тамағы құрғап қалды. Көз алдында өткен шақтың бейнелері қалқып шықты. Анасы аурухана еденін жуып жатыр. Бұрышта тығылып қалған қорқынышты қыз. Жоғарыға қарай созылған шексіз баспалдақ, оның әрбір баспалдағы бас тартулармен, келісімдермен, опасыздықпен, өзіне деген опасыздықпен төселген. Мен бұлай енді шыдай алмаймын, сөздері өздігінен, көз жасы арқылы шығып кетті. Ол енді оларды тоқтатуға тырыспады. Мен адамдарды мәселе ретінде санай алмаймын, теріс бұрыла алмаймын. Ол Алияның қалай жанында пайда болғанын, иығына қолын қалай қойғанын байқамады. Алақандағы жылы саусақтардың Гүлжанның саусақтары екенін бірден түсінбеді. Көз жасының пердесі арқылы ол әріптестерінің жүздерін көрді, және әрқайсысында өзіндік бірдеңе түсіну, жанашырлық, көмектесуге дайындық көрінді. Менде жоспар бар деді Айнұр, демін алып барып, қиын болуы мүмкін, тіпті ақылсыздықта шығар, бірақ мен жалғыз жете алмаймын. Ал сізге қажет емес деді артқы қатардан дауыс. Бұл қабылдау бөлімінің медбикесі Самал еді. Біз де сол антты бергенбіз. Сол кеште олар кешкіге дейін отырды, жоба мәліметтермен, идеялармен толықтырылып, барлық отбасының қамқорлығы мен назарын қажет ететін жаңа туған нәрестедей тіріле бастады. Палатадан мүгедектер арбасына отырғызылып әкелінген Сәуле Мырзағызы конференц-залдың бұрышында отырып, жылылық пен естелік туралы маңызды бірдеңе білетіндей ақырын, даналықпен күлімсіреді. Ал терезе сыртында қар жауып тұрды, жұмсақ, үлпілдек, сол қастық боранға мүлдем ұқсамайтын. Ол қаланы ақ өкініш жамылғысымен жауып, көктемнің міндетті түрде келетініне және онымен бірге бәріне орын мен жылу жететін жаңа өмірдің келетініне уәде берді. Пойыз ақпанның аязын жарып, рельстерде қайту әуенін созып бара жатты. Терезе сыртында қар басқан қайың тоғайлары, түтіні бұрқыраған мүсіндік үйшіктер ағып өтті. Айнұр маңдайын суық шыныға тіреп, бала кезінен таныс пейзаждарға үңілді. Қайдағы бір бұрылыстан кейін оны туған қаласы күтіп тұрды. Дәл сол қаладан ол, 20 жыл бұрын, жаңа өмірге билет пен медициналық оқу орнына түсу үшін сатылған анасының жүзігін жұдырығына қысып қашып кеткен еді. Твер облысының шағын қаласындағы ата-анасының үйі оны қақпаның сықырымен және пеш түтінінің иісімен қарсы алды. 22 жыл бұрын ол бұл жерден бір чемоданмен және медициналық институт туралы арманмен кеткен еді. Өмір жолы бұралулар мен иірімдерге толы болды, бірақ бәрібір мақсатқа жетеледі. Анасы Айнұр қақпаны қақпай тұрып ашты, сағаттап, күндер бойы емес, осы шексіз жылдар бойы күткендей, босағада тұрды, кішкентай, мүлдем ақ шашты, тозған шынтақтары бар тоқылған кофта киген, көз айналасындағы әжімдерде барлық төгілмеген көз жасы, барлық айтылмаған сөздер қатып қалғандай еді. Анасы. Олар есік ойығында қатып қалды, екі әйел, үнсіздік жылдармен бөлінген, бірақ уақыттың өзі де үзе алмайтын көрінбейтін жіппен байланысқан. Сосын анасы алға қадам басып, оны қатты үмітсіздікпен құшақтады, қызының қайтадан қысқа ымыртта еріп кететінен қорыққандай. Ескі ас үйде бәрі бұрынғыдай еді, қабырғадағы суреттер, серванттағы ескі фотосуреттер одан да сарғайып кеткен. Ал бұрыштағы бос кресло бұл жерде енді кімнің жоқ екенін еске салып тұрды. Айнұр әкесінің креслосына қарап отырып, тікелей сұрауға батылы жетпей, 3 жыл бұрын анасы жарықтары бар шын аяқтарға шай құйды. Дәл сол шын аяқтардан Айнұр бала кезінен ішетін. 2022 жылдың қыркүйегінде, өлер алдында, ол сені үнемі есіне түсіретін, Айнұр кешіруі керек деді ол. Мен оның әкесімін ғой. Ыстық шай тамағын күйдірді, ішкі суық кетпеді. Ол бұл кездесуді қанша рет елестетті, саусақтармен майлықты қанша рет бүктеді. Сол кезбен қазіргі аралықтағы алшақтықты қалай жамау керектігін білмеді. Мен қандай ақымақпын, анашым, сөздері құдыққа түскен тастардай естілді. Егер өмірімнен сызып тастасам, демек, бәрі бітті деп ойладым. Ал ол ең бастысын сызып тастады, анасын.
Анасы үндемей сөреге қойылған ескі фотосуреттерді қарап отырды. Міне, ол ақ алжапқышпен бірінші сыныпқа бара жатыр. Міне, ол мектеп олимпиадасында мақтау қағазын алып жатыр. Міне, ол әлі дәрігер емес, практикант ретінде ақ халат киіп тұр. Білесің бе, деді ақыры анасы, мен сол аурухананың еденін тек ақша үшін ғана жуған жоқпын. Мен бір күні сені сол жерде, ақ халатта, әдемі, құрметті болып көруді армандадым. Тек осы үшін сені жоғалтамын деп ойламадым. Айнұр анасының қолдарын өзінің қолымен жапты. Бір қолы ауыр жұмыстан жарылып, түйіндерге толы, екіншісі хирургиялық құралдардан. Мен енді басқашамын, анашым, деді ол сөмкесінен құжаттар қалтасын алып. Қараңызшы, біз бұрынғыдай көмекке мұқтаж жандарға арналған жаңа бөлім ашып жатырмыз, тегін. Анасының көзінде түсінік ұшқыны пайда болды. Әрқашан солай болуы керек еді. Олар таң атқанша өткен шақ туралы, ащы әрі тәтті бірге, қазіргі шақ туралы, оның қиын шешімдері мен күтпеген жаңалықтары туралы, үміт пен жаңа бастамаларға толы болашақ туралы сөйлесті. Ал таңертең кетіп бара жатып, Айнұр пальтосының қалтасынан конверт тапты. Ішінде анасының ескі жүзігі мен жазба бар еді. Енді ол сенің науқастарыңа сәттілік әкеледі. Ауруханаға қайтып келген соң, ол бірінші кезекте Гүлжанға барды. Үстелге меңгеруші өкілеттіктерін тапсыру туралы құжаттар қалтасын қойды. Сен сенімдісің бе? Гүлжан сенімсіздікпен қарады. Мүлдем, деді Айнұр күлімсіреп. Бұл бөлімшеге ең бастысын ешқашан ұмытпайтын адам керек. Ал мен жаңа бөлімшеде қарапайым дәрігер болып жұмыс істеймін. Қарапайым емес, деді Гүлжан басын шайқап. Нағыз. Дәлізде оны Алия күтіп тұрды, әлі де жас, бірақ көзінде сенімділік бар еді. Ақ халатында бөлім меңгерушісінің орынбасарының белгісі жылтырайды. Жаңа қызметке алғашқы қадам. Айнұр Серікқызы, бізде құжатсыз жаңа науқас бар. Кіргіз, деді ол жай ғана. Қабылдау бөліміне бара жатқанда олар қабырғадағы тақтайшаның жанынан өтті. Сәуле Мырзағызы атындағы әлеуметтік медициналық көмек бөлімі. Оның астында қолында шай кесесі бар күлімсіреген әжейдің суреті тұрды. Білесің бе, Оля, деді Айнұр бір сәтке тоқтап. Кейде қайда бару керектігін түсіну үшін үйге қайту керек. Терезе сыртында қар жауып тұрды. Дәл сол кештегідей, бұл оқиға басталғанда. Бірақ енді ол қорқытпады. Ол жерді ақ жамылғымен жауып, жаңа көктемнің, жаңа өмірдің, жаңа бастаманың міндетті түрде келетініне уәде берді. Көктем қалаға күтпеген жерден келді. Көшелерде еріген су ағып, шатырлардан тамшылар сыңғырлап, аурухана ауласында алғашқы қыңыр гүлдер бүр жарды. Сәуле Мырзағызы түрлі түсті орамалға оранған, әр таң сайын бұл гүлдерді, жаңа өмірдің күндерін санағандай тексеріп отырды. Ол аптасына 3 рет ауруханаға науқастармен сөйлесуге, педиатрия бөліміндегі балаларға ертегі оқып беруге келетін. Жай ғана жалғыз қалғандардың жанында болуға. Жалбыз қосылған шай керемет жасайды, деді ол палаталарға хош иісті сусын таратып жатып. Әрбір кеседе жай ғана жылу емес, ол туралы естелік те бар еді. Айнұр ординатор бөлмесінен оны бақылап, жүрегінің тыныш қуанышқа толып жатқанын сезді. Қарапайым ақ халат, ешқандай регалиясыз, енді оған құйғандай жарасып тұрды, бұрыннан солай болғандай. Айнұр Серікқызы. Алия бөлмеге көктемгі желдей кіріп келді. Қабылдауда жас қыз, мүлдем жас баласымен, құжаттары да тіркеуі де жоқ. Не шештің? Айнұр күлкісін шай кесесінің артына жасырды. Алия түзелді, иықтарын кеңейтті, оның халатында меңгерушінің орынбасарының белгісі жылтырады, жаңа қызметке алғашқы қадам. Біздің ауруханада адамдарды емдейді, деді ол қатаң, барлық адамдарды. Олар дәлізбен бірге жүрді, тәлімгер мен шәкірт, өткен шақ пен болашақ, ақ халаттан биліктің символын емес, қызмет ету белгісін көруді үйренген екі әйел. Қабылдау бөлімінде жасана жылап отырды, қорқынышты көздерімен басқа әйелге қарап, бір кездері аурухана дәліздерінде еден жуып, қыз үшін жақсы өмірді армандаған әйелге. Сіздің есіміңіз кім? Айнұр жанына отырды. Баланың ыстық маңдайына абайлап тиді. Саня, деді ол көктемгі жапырақтай дірілдеген дауыспен. Білемін, құжатсыз болмайды, бірақ ол қатты жанып жатыр ғой. Болат, деді Айнұр қалтасынан бұрын мойнына тағып жүрген ескі анасының жүзігін алып. Бізде бәрі болады, рас па, Алия Дмитриевна? Әрине, деді Алия басын изеп, қабылдау бланкын толтырып жатып. Қазір сізді орналастырамыз, жалбыз қосылған шай әкелеміз, деп қосты жанынан өтіп бара жатқан Сәуле Мырзағызы көзін қысып.
Күн соңғы қар түйіршіктерін ертіп жатты. Басқа қалада Айнұрдың анасы терезе алдындағы көшеттерді суарып жүрді. Олар енді әр жексенбі сайын қоңырауласатын. Ал бұл жерде, аурухана дәліздерінде жұмыс жалғасып жатты, көзге көрінбейтін, тынымсыз, шексіз маңызды жұмыс, тек денелерді ғана емес, жандарды да құтқару жұмысы. «Қош келдіңіз үйге» деп сыбырлады Айнұр Саняның алғаш рет қорқақ күлімсірегенін көріп. Бұл қабырғалардың ішінде енді бөтен ешкім жоқ еді. Тек адамдар, бәрі де қамқорлыққа, жылулыққа және сауығуға, үмітке лайық. Құрметті достар, Айнұрдың таңдауы туралы не ойлайсыздар? Өміріңізде кәсіби табыс пен адамгершілік арасында таңдау жасауға тура келген сәт болды ма? Оның орнында сіз не істер едіңіз? Мүмкін бұл оқиға сізге бұрыннан қоңырау шалуға уақыт жеткен маңызды біреуді, немесе тұрақтылықтан айырылып қалудан қорқып кейінге қалдырып жүрген шешіміңізді еске түсірген шығар. Өз ойларыңыз бен пікірлерде бөлісіңіз. Сіздің тәжірибеңіз басқа оқырманға үйге жол табуға көмектесетін сол жарық сәулесі болуы мүмкін. Егер Айнұрдың оқиғасы жүрегіңізді қозғаса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Кейде бір әңгіме біреудің өмірін өзгертіп, ең бастысын еске салып, маңызды шешімге итермелеуі мүмкін. Бізбен бірге бұл оқиғаны бастан өткергеніңізге рахмет.